ауруханасының перзентхана бөлімінің акушер-гинекологымын. Аты жөнім Иса Гаухар Рахметқызы. Жалпы еңбек стажым 19 жылға жақындап қалды. Мен қазір босанғаннан кейінгі кезеңдегі әйелдерге контрацепция туралы айтатын боламын. Қыздар, қалайсыңдар? Мен бүгін сендерге контрацепция туралы айтатын боламын. Контрацепцияның бірнеше түрі болады. Бірінші ең қажетті әдіс сендерге қазір лактационды аменорея әдісі. Лактационды аменорея дегеніміз босанғаннан кейін емізіп жатқан кезде етеккірдің келмеуі. Лактация деген емізу, аменорея деген етеккір жоқ деген сөз. Ол тек қана 6 айға ғана әсер етеді. Мысалы, 6 айдан кейін қосымша тамақ бересіңдер балаларыңа, ол кезде аз емізіп қаласыңдар балаларыңды. Сондықтан ол кезде етеккір келе бастайды. Сондықтан тек қана 6 айға әсер етеді. Мысалы, 2-3 сағат сайын емізетін болсаңдар балаларыңды, әсіресе түнде 3-те, 4-те тұрып, 20-30 минуттан ұзақ емізетін болсаңдар, етеккір келмейді. Соны лактационная аменорея дейді. Ол кезде әйел көтермейді бала. 3 жылға дейін демалу керек, сондықтан тек қана лактационная аменорея әдісі ары қарай жалғаса бермейді. Одан кейінгі кең таралған әдіс жатыр ішілік зат қою. Оны босанғаннан кейін 21 күннен кейін қоя беруге болады. Ол үшін учаскелік акушер-гинекологтарына барып, тексеріліп, содан соң жатыр ішілік затты қойдырасыңдар. Одан басқа гормональды контрацепция түрі бар. Мысалға жатыр ішілік зат, қоюға болмайтын қарсы көрсеткіштер болып жатса, гормональды контрацепция қолдануға болады. Одан да басқа түрлері бар, бірақ ең маңыздысы осылар. Мен Ордабасы ауданы орталық ауруханасының неонатолог дәрігері болып табыламын. Аты жөнім Юсупова Гульвера Балқыбековна. Еңбектік өтілімім 11 жыл. Сіздерге бүгінгі осы аудандық орталық аурухананың аналарына емшекпен емізу әдісін көрсетеміз. Қалай емізу керектік ережесімен, тәртібімен, толығымен таныстырамыз. Емшекпен емізу бала денсаулығының дұрыс қалыптасуының негізгі және өмірге маңызды функцияларының дамуына, интеллектуалдық және физикалық еңбекке қабілеттілігіне әсер етеді. Емшек сүті нәрестенің өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді. Ана сүтінің құрамы өзгеріп отырады. Бастапқыда 2-3 күндері емізуші әйелде уыз бөлінеді. 4-5 күнде лактацияның уызды сүт бөлінеді. Онан соң өтпелі сүт пайда болады. 2-3 аптада толығымен жетілген сүт пайда болады. Ал енді ана сүтінің құрамына келетін болсақ, оның құрамында 87-88% судан тұрады. 1,5% белоктар, 3,5-4,5% майлардан, 6,5-7% көмір сулардан және де 0,18-02% тұздан тұрады. Енді қалай емізу туралы айтатын болсақ, күндіз болсын, түнде болсын, балаңызды қарны ашып, емшек сұраған сайын емізетін боласыз. Алғашқы айлардан кейін балаңыздың біртіндеп әр 3 сағат сайын емізуге көшесіз. Ұйықтап жатса да оятып алыңыз. Баланы емізгенде ол қиналмай еміп, жұта алатындай түзу ұстаңыз. Өзіңіз де ыңғайланып отырып емізесіз. Сонда сүт жақсы шығады. Енді емізудің өзінің 4 ережесі болады. Бірінші, сәбидің басы мен денесі тік бір жазықта болуы тиіс. Сәбидің бетін анасының кеудесіне қаратып, мұрны ұшының деңгейінде болуы керек. Сәбидің денесі анасының денесіне түйістірілуі керек. Анасының тек мойны мен иығын ғана емес, сәбидің бүкіл денесін ұстап отыруы тиіс. Сәбидің еріне емшектің ұшын тигізіп, сәбидің аузын барынша ашқанын күтесіз.
емшекті тез сәбидің аузына апарып омырауына саласыз. Енді емшек сүтін емдеудің артықшылықтары. Ол ең алғаш оңай сіңеді. Инфекциялардан қорғайды. Ана мен бала арасындағы байланысты қалыптастыруға, сондай-ақ баланың дамуына ықпал етеді. Жүктіліктің басталуынан қорғайды. Ананың денсаулығына да өте пайдалы.